Қайырлы күн, қымбатты барша достар. Мен бүгін серуенде жүрмін. Бүгін ауа райы салқындау, бұлттанып тұр. Сонда да бүгін серуендеймін деп қалада таза ауамен тілдесіп демалып жүрмін. Мынау біздің Ақтөбе қаласының өте жоғары қарқынмен дамып келе жатырған Батыс 2 деген ықшам ауданы. Мен осы ауданда жүрмін. Қараңыздар, жан жақ деген енді керемет. Бұл әлі құрылыс жүріп жатыр. Мен мына анаға тағзым деген ғимараттың ішінен шығып тұрмын. Бұл жерде біздің мектеп бізді психологиялық тренингке жіберген болатын. Ата-аналарды шақырды бүгін осы жерге. Сол тренингтен шығып келе жатырмын. Мінекей, анаға тағзым. Мынау 103 облыстық медициналық жедел жәрдем орталығы ғимараты. Өте әдемі үйлер, көп қабатты. Бой көтеріп келе жатыр. Біздің қаламыз жоғары қарқынмен өсіп келе жатыр. Осы Батыс 2 деген аудан қазір енді халық жақсы қоныстанып жатыр. Жаңа үйлер көп салынып жатыр. Мынау ана мен балаға орнатылған ескерткіш. Анаға тағзым алдында. Қозғалыс өте көп қалада. Қымбатты барша менің достарым, оқырмандарым, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен бүгін шағын өзімнің тұратын қаламда, Ақтөбе қаласында шағын экскурсия жасап жүрмін. Ауа райы салқындау, жел болып тұр. Біздің қаламыз осындай, мінекей, осындай жаңа аудандар бой көтеріп, Ақтөбе қаласы өте жоғары қарқынмен өсіп келе жатыр, дамып келе жатыр. Қаланың тіршілігі күнделікті, машиналардың қозғалысы. Ақтөбем, гүл қалам, Ақтөбем менің әсем қалам деп
өзіміздің керемет қаламызды жақсы көремін. Ақтөбені ешқандай өзге қалаларға айырбастай алмаймын. Өйткені өзіме ұнайды, өзімнің тұратын қалам, өскен қалам, туған қалам. Әрине, өзге қалаларға барып, өзге мемлекеттерге барып демалған жақсы, қыдырған жақсы, ал үйде одан да жақсы деген бар да. В гостях хорошо, дома лучше дейміз да. Мінекей мен осылай серуендеп келе жатырмын. Барлығы адамның өзінен басталады ғой. Адамның ел не деген махаббаты, жер не деген махаббаты, өзіне деген махаббаты, халқына, отанына деген махаббаты барлығы адамның өзінен басталады. Адам өзін жақсы көру арқылы сол өзінің бойындағы махаббатты өзгелерге бере алады. Мінекей осындай әдемі үйлер салынып жатыр күнбе-күн. Күндеріңіз сәтті болсын, әрдайым қуанып жүріңіздер, жарқырап жүріңіздер. Өмір өте ғажап. Өмірдің барлық жағдайларын қабылдап, әрқашанда шынайы қуана білетін болсақ, алдымызда үлкен биік арманымыз болса, сол арманға жетем деген мақсатымыз болса, күнімізді жоспарлайтын болсақ, қалай да сол арманыма жетемін деп сол мақсатта жұмыс жасайтын болсақ, әрине барлығына да қол жеткізуге болады. Барлығы адамның өзінің қалай қабылдайды, айналадағы болып жатырған жағдайларды соған байланысты. Әрдайым қуанып жүрсеңіздер, күліп жүрсеңіздер, барлық жақсы жағдайлардың куәсі бола аласыздар. Әрдайым, әр таңда қуанып ояныңыздар, күліп ояныңыздар. Таңғы серуенге шығыңыздар, күндізгі серуенге шығыңыздар. Күніге өздеріңізге жарты сағат немесе 1 сағат серуенге уақыт арнайтын болсаңыздар, ол серуеннің қаншалықты сіздердің денсаулықтарыңызға, сіздердің сол күнгі болатын көңіл күйлеріңізге әсері, болашақтағы өмірлеріңізге әсері мықты болады. Әсіресе мен таңғы серуенді өте қатты жақсы көрем. Таңда таза ауамен тыныстап демалу, қыдыру адамға ерекше бір сезім береді, ерекше сезім сыйлайды, ерекше көңіл күй сыйлайды. Таңда керемет идея, инсайттар келеді. Таза ауамен тыныстап, құстардың сыңғырлаған дауысы әрдайым бір адамға шабыт береді, сенімділік береді, сергектік сыйлайды. Әр күні таңда ерте тұрып, таңғы серуенге шығыңыздар, күндізгі серуенге шығыңыздар. Бұл өте керемет пайдалы процедуралар.
Қандай керемет та айнала. Айналамыздағы әр құбылысты қабылдай білсек, әрқашанда позитивте болатын болсақ, энергиямыз көтеріңкі болады, көңіл күйіміз тамаша болады. Баршаңызға сәтті күн тілеймін. Алла тағала әр күнімізді берекеге толтырып, жақсы амал ниеттерге толтырып, алдымызға қойған барлық жоспарларымызды іске асырып, қашанда жақсы көңілді жағдайларда жүруді жаратқан Алла нәсіп етсін. Міне біздің түс мезгіліндегі Ақтөбенің жағдайы осындай. Жаңа ескерткіштің жанынан қарағанда әдемі көрініп тұр. Қашықтан қараған кезде. Ақтөбе әсем қалам. Сұлу қалам, көркем қалам. Мен жақсы көремін. Мен баршаңызды жақсы көремін. Қандай керемет.